Құрметті тыңдармандар, әңгімені тыңдамас бұрын лайк басып арнаны қолдап жіберуіңізді сұраймын. Таңғы 4-те уәде еткендей, Макс бізді оятты. Жиналу көпке созылмады. Бәрін алдын ала әзірлеп қойғанбыз. Сондықтан 15 минут өтпей жатып ақ жолға шықтық. Көлдің жағасы ертегіге бергісіз әсем екен. Жігіттер шатыр тігіп, от жағып, балық аулауға кетті. Ал біз Наташа екеуміз өзімізге ермек таба алмай, ойымызға не келсе соны істеп жүрдік. Жігіттер балық аулап жатқанда біз орманға кіріп саңырауқұлақ теріп, суға шомылып үлгердік. Бірақ бізден саңырауқұлақ терушілер шықпады. Жігіттер жинағанымызды қарап шығып, оларды түгел жарамсыз деп тастады. Содан кейін шатырдан онша алыстамаңдар деді. Күздің иісі сезілгенімен көлдің суы әлі жылы еді. Табиғаттың тыныштығы мен көркі соншалық, бір түнге қалуға шешім қабылдадық. Шатырды бекер құрдық па не, деп күлдік. Қыздар болып көлікте ұйықтаймыз деп шештік. Біз нәзікпіз, даланың романтикасы бізге жат дүние. Ал жігіттер болса түн бойы оттың жанында отырып, әлдене жайлы сөйлесіп таңда атырды. Көлікте ұйықтау біз ойлағандай тамаша болмай шықты. Таңғы шапақ білінгенде, екеуміз де көз іліп үлгерместен оянып көлдің жағасына шықтық. Қалада өскен адам үшін таңның атуы жай ғана көкжиектен шыққан күн секілді. Ал табиғат аясында бұл дыбыстар мен түстердің ғажайып симфониясы. Таң шапағының сиқырына елтіген біз қимылдауға да қорықтық. Бірдеңені өткізіп алатындай. Сол сәттің сұлулығына үлес қосуды қалап, мен суды сермеп кішкентай фонтаншалар жасадым. Күн сәулесімен шағылысып, су тамшылары алтын жіптей жарқылдап тұрды. Наташа маған қарап тұрып демін ішіне тартты. Құдай-ау, қандай керемет, деді сыбырлап. Бір сәт ойланып көзіне жас үйіріліп, Надя, сен сондай... Қандай сондай, деп мен күле қарадым. Романтик екенсің, деді ол әзер күлімсіреп. Мен ұялып, жігіттер жаққа көз тастадым. Олар ештеңе естімегенсіп, қармақтарына үңіліп отыр. Балық жақсы түсіп жатқан сәт еді. Күннің алғашқы шапағымен бірге құстар оянып, аспан толассыз сайраған үнге толды. Дәл бір-біріне қайырлы таң деп айтып үлгергісі келгендей. Күн көтерілген сайын дыбыстар бәсеңдеп, орман біртіндеп тыныштала бастады. Әр қайсы өз қамына кірісіп, азық іздеуге ұшып кеткен болар. Біз де қарнымыз ашқанын сездік. Макс пен Юра оттың үстінде дәмді балықтан сорпа пісірді. Деді Наташа аузын толтыра жұтып. Бұл саяхат емес, өмірдің нағыз мейрамы ғой, деп тамсанды. Ауылға кіре бергенде ақ біртүрлі тыныштық пен ауыр ауа сезілді. Әлдене болғаны анық еді. Машина баяу жылжыған сайын күдік үдей түсті. Үйімнің маңынан ыңжың дауыстар естіле бастады. Бұрылып қарасам, менің ауламның алдында тұтас ауыл жиналып тұр. Кәрі жасы аралас, бәрі ду етіп қарап тұр. Қақпаның дәл қарсысында бейтаныс жүк көлігі, ал баспалдақта бір әйел мен бір ер азамат қарбаласып жатыр. Әр жаңа қозғалыс күлкі мен у-шу, мысқыл аралас айқаймен сүйемелденіп жатты. Есіктің алдына төгілген киім түйіндері, үйдің ішінен сыртқа қарай ұшып жатқан дорбалардың көрінісі базардағы төбелестен бір кем емес еді. Макс пен Юра бұны көріп күліп жіберді. Ал Наташа шаттана айқайлап, Юра, қарашы, біздің сұлу Лена заттарын жасырын әкетпек болған ба? Осындай көріністі көру үшін ғана келуге тұрарлық. Мен машинаның есігін ашып, халықтың арасымен әзер жол тауып аулаға кірдім. Не болып жатыр мұнда? Дедім қатқылдау дауыспен. Сол сәт әйел маған бұрылды. Мен әйелдің жүзінен Ленаны таныдым. Беті қызарып, шашы ұйпа-тұйпа, көзі шатынап тұр. Мойнында бір кездері өзім шешіп алған баяғы сол тұманды шлейф. Сен, деп айқай салды ол. Сен кінәлісің бәріне. Сен жексұрын, деп маған қарай ұмтылды. Мен шегіне бердім. Лена мен шынымен ақ соқтығысып қалмайын дедім. Сен менің өмірімді құрттың, ерімді тартып алдың. Жоқ, тіпті екеуін бірдей тартып алдың, деп бажете қалды ол. Арттағы жұрт ду күлді, біреулер тіпті шапалақ ұрды. Мен сабырмен тіпті сәл мысқылмен жауап бердім. Қызық екен, осы жерден толығырақ айтшы, қай еркегіңді мен тартыппын?
Екеуін бірдей дейсің бе? Сонда өзім күйеусіз жүріп, сені де жалғыз қалдырғанмын ба? Дедім жай ғана, бірақ даусымда темір салқындық бар еді. Шайтан Лена токсикоздан ба, әлде өзі бойындағы удан ба көгеріп кетті де, ашуға булығып бетіме түкіріп жіберді. Бірақ дәл тигізе алмады. Түкірігі күртешеме ғана тиді. Мен қалтамнан орамалымды алып жиіркене сүрттім. Мен әрине сабырлы адаммын, бірақ мұның шегі бар. Егер тағы да осындайға барса, сазайын тартам, деп ойладым. Үйге не істедің? Мен неге кіре алмай тұрмын, деп айқайлады ол булығып. Менің бұған не қатысым бар, дедім сабырмен. Мен мұнда болғам жоқ, не болғанын білмеймін. Неге кіре алмай тұрғаныңды да түсінбеймін. Бұл сенің ісің, сен мыстансың, лағынет атқыр мыстан. Лена айқайлаған сайын сілекейі шашырап жатты. Болды енді, деді де Наташа менің жанымнан өтіп Ленаның бетінен сарт етіп шапалақпен тартып жіберді. Сен, ауаждалмай Лена аңырып тұрып қалды. Сен. Жетер енді, деді Наташаның күйеуі алға шығып. Аузыңды жап, затыңды жиып сүйікті қалаң атай. Мұнда адамдар тыныш өмір сүреді. Сенің сайқымазақтығың қызық емес. Мұндағы адамдар осындай өтірік сөзің үшін сабап жіберуі мүмкін. Менің жиһазым осында, деп Лена шыңғырғаны сол-ақ екен, үйдің есігінен төсек қаңқасы ұшып шығып, тарс етіп жерге түсті. Біз жан-жаққа бытырай қаштық. Артынан төсектің арқалығы мен тақтайлары да ұшты. Ал тумбочка, үстел, сөрелер қайда? Деп айқайлады Лена. Ол менікі. Сенікінен ештеңе қалған жоқ, деген дауыс шықты үйдің ішінен. Осы сөзбен бірге есік тарс етіп жабылып, жолда тұрғандарды қағып жіберді. Халық қорқып шегініп кетті. Бәріміз аң-таң болдық. Тек Максим ғана өзгеше әрекет етті. Ол әп-сәтте қуарған қардай бозарып кетті. Әже, әже, деп сыбырлады. Сосын бір-екі адым жасап кіреберіс есігіне жетті. Есіктің тұтқасын тартты, бірақ есік ашылмады. Макс есінен таңғандай тұтқаны жұлып жатып, жалынып, айқайлап әжесін шақырды. Бірақ үн шықпады. Ленамен келген ер адам сыбырлай, бір жағынан боқтанып, бір қолымен шоқынып, қора жаққа шегіне берді. Ал Лена баспалдақта отырған күйі үнсіз, көзін алмай Макске қарады. Наташа маған келіп иығымнан құшақтады да жылап жіберді. Құрметті ауылдастар, тарайықшы, дедім мен шаршаған үнмен. Меніңше қызықтың бәрі бітті. Жұрт біртіндеп сейіле бастады. Ара-арасынан естілген сөздерден олардың маған жанашырлықпен қарайтынын түсіндім. Кімге оңай дейсің? Үйде кемпір елесі бар болса, бірақ бәлкім бәрі де жақсылыққа шығар. Юра, Ленамен келген ер адам екеуі үнсіз ғана аулада шашылып жатқан заттарды жинап, жүк көлікке тиеп жатты. Ешкім сөйлесіп жатқан жоқ. 5 минут өтпей машина толық тиелді. Лена баспалдақтан көтеріліп, басын тік ұстап, паң кейіппен менің жанымнан өтті. Лена, маған айтарың жоқ па? Дедім бұрынғы құрбыма қарап. Жоқ, деді ол қатаң біртүрлі мұздай үнмен. Демек, осымен бәрі бітті ғой. Жұмысқа да қайтып келмейсің бе? Ол үнсіз басын шайқады. Онда бір нәрсені ұғып ал. Бұл үй жай үй емес. Артық ештеңесін бермейді. Тек саған ғана емес, маған да бермейді. Бұл үйдің иесі Максим. Сондықтан менен ештеңе талап етпе, дедім сабырмен. Түсіндім, деп тістенді Лена. Ол қақпаны әдейі тарс жауып, жүк көлігіне отырды. Көліктің жүргізушісі соңында аулада қалған. Бізге қарап басын шайқап, көзімен Ленаға көрсетіп, саусағымен шекесін бұрағандай ишара етіп, ауыр күрсінді де көлікке қарай беттеді. Көлік қозғалып шаң бұрқ етіп алыстай бергенде, кенет қатты жүрегім айнып кетті. Әзер дегенде дәретханаға жүгіріп үлгеріп құсып жібердім. Юра аңтаң қарап, Надь, не болды саған? Тамақтан уланып қалдың ба? Біз уланатында ештеңе жеген жоқ едік қой. Әлде сенің де аяғың ауыр ма? Деді таңырқап. Тфу, жиіркене бетімді тыжырайттым да. Ол менің бетіме түкіріп еді, дедім. Наташка әуелі жеңіл ғана күліп жіберді. Сосын өзін өзі ұстай алмай, дауыстап тарқылдап күлді. Күйеуі де қосылып аз уақыттан соң бәріміз ду күліп алдық.
Тіпті сәл уақыт бұрын ғана есік алдында еңсесі түсіп тұрған Макс та күліп, есікке сүйене отырып, сырғып түсті. Сол күлкі бәрімізге жеңіл тыныс берді. Қорқыныш пен ауыр ойды жуып кеткендей болды. Біраздан кейін Макс есікті тағы ашуға тырысты. Бірақ нәтиже болмады. «Берш, мен байқап көрейін», деп мен оны ығыстырдым. Тұтқаны тартып, кілтті салып бұрдым. Құлып ашық, бірақ есікті біреу іштен ұстап тұрғандай ашылмады. Не істерімді білмей, өз есігімді өзім түрттім. «Вера жей, ашыңызшы өтінем», дедім жалынып. «Қонақтардың көзінше бұлай ету жараспайды ғой. Өзіңіз де көрдіңіз, Лена кетіп қалды. Біз үйге кіргіміз келеді». Сол сәт есікті іштен біреу қатты тепкендей өзінен өзі тарс етіп ашылып кетті. Бәріміз жеңілдеп ух дедік. Макс бірінші болып ішке жүгіріп кіріп, бүкіл бөлмелерді тез аралап шықты. Бірақ әжесін іштен таппады. «Өмірің қызық екен, Надюха», деді Наташа күліп ішке кіріп. «Қолдан келгенше тырысам ғой, тақсыр», деп мен иіліп қалжыңдап жауап бердім. «Енді ешкім сенің істегенің деп айтпайды. Бәрін әжеңнің еркелігіне жабады. Тіпті саған жаның ашығансып, аяпта қояды», деді Макс жеңіл күрсініп. Солай болса жақсы болар еді», деп жымиып қойдым. «Надь, неге бәрін жасырғың келеді? Керісінше бұл керемет қой. Сен тура Ванга сияқтысың». Наташка қолдарын алға созып, көзін жұмып театралды кейіп танытты. «Елдің түкпір-түкпірінен адамдар саған келеді, кезекке тұрады. Қандай керемет», деп армандай сыбырлады. «Аха, саған керемет», Юра оны мысқылдады. «Келгеннің бәрі бірдеңе сұрайды. Біреуіне көрсет, біреуіне болжап бер. Енді бірін емде. Ал сен өзіңді тауысып бәріне көмектесесің. Бәрі рахмет айтып кетеді. Тек емші болжамшының өзі сол күйі шаршап, жүйкесі жұқарып жалғыз қалады». Юраның сөзіне таңғалдым. Әдетте ол қалжыңбас еді. Ал бұл жолы өзін басқа қырынан көрсетті. Міне, ақылды еркек. Наташка мұнымен адаспайды. Дәл осындай адам керек оған. Қызуқанды энергиясын сабырға бұрып отыратын. Наташа ернін томпитып, терең күрсінді, бірақ қарсы сөз айтпады. Мүмкін күйеуінің сөзінің жаны бар екен өзде түсінген шығар. Бірақ сол сәтте оған жаңа ой келіп бәрімізге жұмыс тауып беріп, Лена кеткеннен кейін босап қалған бөлмені менің жоспарыма сай қайта орналастыруды ұсынды. Кешке дейін жолға жиналатын оларды бұл ой бір сәтке сергітіп жіберді. Менде бірден күдік туды. Бұл істі ол мүлде басқа мақсатпен. Наташа, Вера әжейді табуға тырысқанына сенімді болдым. Біз барлық жиһазды жылжытып шықтық. Сосын түстен кейін тамақтанып алдық та, достарым жолға жинала бастады. Дәл соңғы сәтте қолына үлкен қарбызды ұстап Игнатий Романович келді. Ауылда жаңалықтардың қалай тарайтыны әлі күнге дейін мен үшін жұмбақ. Ол достарымның қазір кетіп бара жатқанын қайдан біліп қалды екен? «Игнатий Романович, сіздің қарбыздар енді біздің ауылдың гербі болатын шығар?» деп күліп жібердім мен. Ол жауап қайтаруға үлгермеді. Көз қиығыммен жолдан өтіп үлкен сөмкелерімен келе жатқан Люба тәтені көріп қалдым. Біз достарымыздың жеңіл-желпі кетеріне сенімді едік. Ал тәтеміздің әкелген сыйлығының қасында менің бергенім бір асар боп қалды. Ол жұмыртқа, тұздалған қияр мен қызанағын, тосапты, тіпті бірнеше тауықты да қанжып әкелген. Наташаның өтініштері еш көмектеспеді. Көлік мықтап толды. Машина жүріп кеткенде көршіміз «Жолдарың болсын, жандарым», деп көзін бір сүртіп, оларға қолын бұлғады. Игнатий Романович қақпа маңында аздап кідірді де, күтпеген жерден: «Балақайлар, Вера бүгін шу шығарды деген рас па?» деп сұрады. Біз, мен де Максимді бір ауыздан «я» деп жауап бердік. Оны бір көрсем ғой», деді ұзақ күрсініп. Мен де. Максим сол күйінісін қайталады. «Сонда Вера үйде жоқ па?» Ол үміттеніп сұрады. «Қалай десем екен?» дедім мен. «Үйде ол әрдайым бар, бірақ көрінбейді. Тек өзі қаласа ғана сөйлейді, әрі көбіне ашуланып ұрысқанда сөйлейді». «Верканы танып тұрмын», деп мырс етті Игнатий Романович. «Ғажап». Мен сол сәтте бұл қарттың сырттай көрінгендей қарапайым адам емес екенін түсіндім. Аузын ашып айтқаннан
үндемей жасырған сыры көп еді. Одан барлығын анықтауды өзіме мақсат еттім. Себебі бұл ақпарат Максқа әжесін табуға көмектесер еді. Әрине мен оны ұрып соқпаймын ғой, бірақ қажет болса, оның айлакер басынан құпияны тартып алу жолдарын білем. Бірнеше күннен кейін Максим оқуға кетті. Енді бірдеңе бола қалса, кеңесер ешкім қалмады. Сосын мен жұмысыма кірістім. Көбірек жазба жұмысты орындауға тырыстым. Жоспарлар мен конспектлерден басым айналып, қолым жазудан ауырды. Мен 2 ауысымда жұмыс істегеніммен, маған ешқандай жеңілдік жасалмайтынын, жоспардың жоқтығын ешкім кешірмейтінін жақсы түсіндім. Сол себепті мектепте жиі кешке дейін қалып жүрдім. Бірақ соның бәрі бекер емес еді. Жазбаша жұмыстардың бәрін, яғни жоспарлар мен конспекттерді жаңа оқу жылы басталғанға дейін түгел аяқтап шықтым. Ара-тұра аудан орталығындағы мектепке пет кеңеске барып тұрдым. Бірақ әр барған сайын маған қосымша міндет жүктегісі келетіндер табылатын. Әйтеуір сөзге шешендігімнің арқасында сытылып кетіп жүрдім. Ақыры жұмысыңды тексереміз, мансабыңа кедергі жасаймыз деген қорқытулар естіле бастады. Сонда мен күліп, онда бәріміз түнгі ауысымға көшейік. Өйткені мен күндіз сабақтамын. Тек түнде ғана сіздерге уақыт таба алам, деп жауап бердім. Сол кезде ғана бүкіл педагогикалық ұжым менің бұл әрекетім өзімнің еркім емес, амалсыздық екенін түсінді де, ақыры мені жайыма қалдырды. 1 қыркүйек. Сірә мерекенің алдындағы күннен бастау керек шығар. Сол күні мектепке ерте келіп, бәрін дайындауға кірісейін дегем. Келсем жұмыс қайнап, нағыз құрылыс алаңы сияқты. Оқушылардың ата-аналары сыныптарды, аула мен кіреберістерді безендіріп жүр. Бұл жолы басты рөл менде емес еді. Ауылымызға ақыры шаруасын дөңгелетіп жүрген нағыз басшы келгенді. Енді мектептің көп мәселесі менің мойнымнан түсіп, председатель мен Люба тәтейдің деңгейінде шешілетін болды. Бұл адамдар менің жұмысым балаларды оқыту екенін, ал сынған қақпа мен есіктің тұтқасы сияқты ұсақ түйек шаруалар мені алаңдатпау керек деп түсінетін. Енді менің артымда сенімді тірегім бар еді. Міне сол тірегім дәл 1 қыркүйектің қарсаңында мұғалімге тосынсый жасауды ойлап тауыпты. Шамасы мен де Ленка сияқты қашып кетер деп қорыққан шығар. Сол күні мектеп стадионында өткен салтанатты жиында халық бұрын соңды болмағандай көп жиналды. Бұл біз күткеннен де артық еді. Бірақ мейрамның сәнін бұзған жоқ. Бұл жылы біз алғаш рет жиынды мектеп алдындағы жолда емес, кең алаңда өткіздік. Таңғаларлығы, ешкім бізге тексеруге келген жоқ. Люба тәтей мұны соңғы мұғалімнен айырылып қаламыз деп қорқады деп болжады. Мен болса, зор қуанышпен сөз кезегін жаңа председательге бердім. Бірнеше айдың ішінде ол мектеп үшін соншалық көп іс тындырған еді. Мұндай адамға тіпті алғыс айтып бас иегім келеді. Халықтың тым көп болуына байланысты жиын кәдімгі митингке айналып кетті. Ардагерлердің бәрі түгел келген. Әрқайсының қолында гүл шоғы бар. Бірақ ол гүлдің кімге арналғаны белгісіз. Не бізге, не өздеріне. Сөйтіп абыр-сабыр сәтте бәрін өзіме алдым. Сосын председатель мен және мектепті жөндеген жұмысшылармен бөлістім. Мереке асығыс ұйымдастырылғанмен бәрі көңілді және жылы өтті. Білім күні өткен соң 2 мен 3 сынып оқушыларын үйлеріне қайтарып, тек 1 сынып оқушылары мен олардың ата-аналарын қалдырдым. Ұйымдастыру мәселелерін талқылау керек еді. Негізінде мен тамыздың соңында-ақ 1 сыныптарға арналған ата-аналар жиналысын белгілегенмін. Бірақ оған тек өз ауылымыздың ата-аналары ғана келді. Ал көрші ауылдың тұрғындары оны міндетті деп санамаған сияқты. Тіпті мен өзім арнайы барып, хабарландыру іліп шыққаным менде. Сол сәтте осы балаларды өз қамқорлығыма алғаныма сәл өкіне бастадым. Сөйтіп ұстаздық күндер басталып кетті. Алғашқыда 2 ауысымда жұмыс істеу өте қиын болды. 1 тоқсанда мектептен бөлек бақша жұмысы да көп уақыт алды. Өнімді жинау, оны тұздау, жерді тазалау, келесі жылға сол жерді дайындау. Мен нағыз роботқа айналдым. Бар арманым кешкісін төсекке жетіп, аз да болса демалу еді. Күндер өтіп, мен бір нәрсені ұғына бастадым. Ауылда өз үйіңде жалғыз тұру қызығарлық нәрсе емес екен. Күз келді. Жауын жиелеп, ауа дымқыл тарта бастады. Үйде сықырлап, әлдебір бөтен дыбыстар шыға бастады. Кей түндері шаршап тұрсам да, сол түсініксіз дыбыстардан көз іле алмай жаттым. Қорқыныш билеп, теледидар да жаныма жұбаныш бола алмады.
Бұрын шымылдықты жауып алып, өз әлемімде жайланып отыратын мен, енді керісінше перделерді сирек жабатын болдым. Себебі бәрін көріп отырсам, сонда ғана үрей жеңілдейтіндей сияқты. Солай ашық терезелермен ұйықтайтын болдым. Әр сықыр, әр қозғалысқа селк етіп оянып кететімін. Мүмкін, уақыт өте бұған да үйреніп, 1-2 айдан соң батырларша міз бақпай ұйықтар медім. Бірақ, әттең, менің мәңгі сергім бар ғой, сол баяғы бірақ. Ай толған кез келе жатқан. Ол шыққан түні пердені ашық қалдырып ұйықтау мүлде мүмкін емес болатын. Үлкен жалтыраған ай түн бойы тура бетіңе қарап өз еркіңнен тыс оятып, сен ұйықтап жатқан жоқсың ғой, ұйықтама, тұр, сен мыстансың, саған ұйықтауға болмайды, дегенде еді. Осылайша бір түн көз іле алмай шықтым. Екінші түнде төзімім таусылып, барлық пердені тарс жауып тастадым. Сөйтіп жарықты өшіріп төсегіме жата бергенім сол, терезенің ар жағынан әлсіз ғана түрткен дыбыс естілді. Тук-тук, тук-тук. Бір рет, тағы қайталанды, тағы. Дәл 1 сағат тілі соққандай бір қалыпты мазаны алатын ырғақпен. Жоқ, тұрмаймын, тіпті көзімді де ашпайым. Бірақ дыбыс тынар емес. Тук-тук, тук-тук. Жоқ, тұрмайым. Дыбыс үдегендей болды. Тук-тук, тук-тук. Ой, құрып кеткір бәлекет, деп амалсыз көзімді аштым. Перделер қалың болғанымен айдың жарығы бәрібір бөлмені әлсіз, көгілдір сәулесімен жарықтандырып тұр еді. Сол жарықты терезенің ар жағында мысықтың сұлбасы анық көрінді. Менің денем тітіркеніп кетті. Ол терезе алдында ары бері жүр, жүнін үрпейтіп, құйрығын бұлғап қояды. Бір сәтке жүрегіміз ете қалды. Себебі нақты осы терезенің ар жағында мүлде терезе ернегі жоқ еді. Демек, мысық ауада ілініп, дәл сол деңгейде ауада жүр. Мен талықсып қарап қалдым. Мысық кенет тоқтады да құйрығымен әйнекті түртті. Тук-тук, тук-тук. Сол сәтте мен бәрін түсінгендей болдым. Бұл баяғы кәрімістанның қулығы шығар, деп өзімді жұбаттым. Қорқудың қажеті жоқ, дедім ішімнен. Егер ол шын кіре алатын болса, алдағашан кіріп алар еді. Қорқыныштың орнын ашу басты. Құрып кет, жоғал, деп сыбырлап айқайладым. Мысық шынымен де ырылдап, ашуланып, жаратпағандай мияулап қойып, секіріп төмен түсіп кетті. Солай бәлем, деп өзіме риза кейіппен арқаммен терезеге бұрылып көзімді жұмдым. Содан кейін ертеңгі таңға дейін балаша тыныш ұйықтап шықтым. Бірақ бәрі мұнымен бітпеді. Келесі кеште жағдай қайталанды. Кенет менің ойыма, мына мысыққа сазайынды тартқызбай, бұл мені тыныш қалдырмайды деген ой сап ете қалды. Ал үкі қайда? Неге бұл жолы ол мысықты өзі-ақ жазаламайды? Терезе жақтан тук-тук деген тырсыл мен сықыр естіліп, перденің ар жағындағы қараңдаған көлеңке жүйкеме әбден тиді. Ашуланғаным сонша, өз-өзімді ұстай алмай не істейтінімді де ойламастан, пердені жұлып сырғытып, терезені кеңінен айқара аштым. Сол сәтте мысық тырнағын жая, тура бетіме ұмтыла секірді. Бір сәтке миымда мысықты соқпақты ағашпен сабап жатқан көрініс жарқ етті де, мені өзім де түсінбей, ұйықта, деп айқайлап жібердім. Сол сөзбен бірге мысық ауада қалбалақтап барып, сылқ етіп жерге құлады. Не тірі, не өлі, түсініксіз. Мен креслодан жамылғыны жұлып алып, мысықты соған орап тастадым. Көзіме бірінші түскен перденің бауы, сонымен оралған түйіншікті мұқтап байладым. Сонда ғана демімді ішке алып, есімді жинадым. Не істеймін енді бұнымен? Ақыры терезені жауып, пердені қайта жаптым да, мысықты кіреберіске шығарып қойдым да, үйдің есігін іштен іліп төсегіме құладым. Таң сыз бере көзім ашылды. Киініп алдым да, әлгі мысықты қолыма алып, өз ойымды тексеруге шықтым. Меніңше бұл бәленің бірі сиқыршы Варвараның ісі. Сол мені мазалау үшін мысықты жіберіп отыр. Мысықтың салмағы ауыр еді. Көтеріп жүру қиын болды. Ақыры оны бір қап картоп секілді иығыма салып алдым да, сәл еңсені тік ұстап, мыстан кемпірдің үйіне қарай тарттым. Варвараның үйіне жақындағанда,
есіктің ашық екенін байқадым. Ауыл адамдары ерте тұрады ғой. Сондықтан менің «Әй, тірі жан бар ма мұнда?» деген дауысым ешкімді оятпағаны анық. Қақпаның алдында біраз тұрдым, бірақ жауап болмады. Қолымдағы мысықтан әбден шаршаған соң, оны жерге тастап қақпаны итеріп аштым. «Әй, үй иесі, шықсаңшы, тірі болсаң үн қат», дедім тағы да. Жауап жоқ, тыныштық. Сол сәтте мен батылданып, оралған мысықты сүйрете ұстап, табалдырықтан аттап үйге кірдім. Үйдің іші тап-таза, бәрі өз орнында, бірақ жан баласы жоқ. Менде қарғаның қашан келетініне шыдап күтуге уақыт жоқ еді. Бәрін ақырына дейін анықтамай тынбаймын деп бекіндім де, мысықты шешіп жібердім. Сол сәтте көз алдымда адам ақылына сыймас бір ғажайып басталды. Мысықтың денесі созылып, ұлғайып, бірте-бірте адам кейпіне ене бастады. Жоқ, жай ғана адам емес, дәл сол сиқыршының өзі. Басымды шайқап, көзімді жұма ашып қайта қарадым. Ештеңе өзгермеген. Демек, менің күдігім рас. Ол әр түн сайын қара мысыққа айналып, мені тыныштықтан айырып жүрген екен. Толық адам пішініне енген сиқыршы еденде қисайып жатты. Бір сәт жүрегім зу ете қалды. Өлтіріп алған жоқпын ба? Деп ойлап, абайлап иығынан ұстадым. Денесі жылы. Демек тірі, тек ұйықтап жатыр. «Әй, тұр», деп бұйырдым. Кемпірдің саусақтары қимылдап, көзі сығырайып ашыла бастады. Мен жылдам есік жаққа шегініп, бұрынғы кездесудегі оқиғаны есіме алып, екеуміздің арамызға от қабырғасын тұрғыздым. Шеңберлі отты қорғанысты нөлден жасағаннан гөрі, от қабырғасын жасап, қажет болса соны шеңберге өзгерткен анағұрлым жеңіл. Деп қарлығып күлді кемпір. «Ұстап алдың ба? Бәле, қарғыс атқыр». «Өзіңе қараш», деймін мен. «Түрің нағыз жезтырнақ». «Тьфу, жастар-ай», деп сыншықырлатты ол. «Бәрің надансыңдар. Сен тіпті жезтырнақтың кім екенін білесің бе өзі?» Мен иығымды жылыстаттым. «Маған бәрібір кім болса да. Әңгіме онда емес. Әңгіме сенде. Не себепті маған жабысып алдың? Не керек саған менен?» дедім ашумен. «Саған емес, маған керек пе?» деп мысқылдай күлді сиқыршы. «Маған бәрібір», деп қайырдым мен. «Тек сенің халің аянышты. Осындай жаста мұндай ойын ойнауға жарамас. Мен тіпті сені өлдіме деп ойладым. Ал енді бастайық басынан. Неге сен менің мазамды аласың? Не ойың бар?» «Жек көрем сені!» Кенеттен айқайлап, кемпір маған қарай ұмтылды. Бірақ от қабырғасына тиіп шошып кетіп, айқай салып артқа шегінді. «Оттың ар жағына тығылып алғаның не? Егер менен қорқпасаң!» Тісін қайрап сөйледі ол. «Сенен қорқпайым», деді мен салқын дауыспен. «От жаман ойдан қорғайтын қалқаным. Сондықтан әңгімені басқа жаққа бұрмай, тура жауап бер. Саған не керек? Не үшін келдің?» Мен көзімді одан алмай, тапжылмай тұрдым. Ал ол бұрынғыдан да сұрланып, оттың жылтылынан көлеңкеленген бетін бұрып, көзін тайдырып отырды. Түсінген адамға бәрі анық еді. Сиқыршының ойы сан саққа жүгіріп, амал іздеп отыр. Бірақ ештеңе таба алмай әлек. «Ішім кеуіп кетті. Су берші», деді ақыры бәсең дауыспен. Мен үстел үстіндегі тостағанды өзіме қарай қозғалтып, шелектен су алып, оны кемпірге ой күшімен жеткіздім. «Сақ екенсің», мысқылдай күлді ол. «Сені алдау оңай болмайды екен». «Егер менің әлсіз тұсымды іздеп отырсаң, бекер. Қазір сенің күшің азайған. Саған мені жеңу мүмкін емес», деді мен сабырмен. «Сен тәжірибелі боларсың. Бірақ мен жаспын, қуатым жаңа оянды. Соның өзінде сенен әлде қайда мықтымын. Ал сенің уақытың өткен. Сондықтан тыныш қана сөйлесейік». Мыстан біраз уақыт үнсіз отырды. Оттың жарғы бетіне түсіп, әжім арасындағы көлеңкелер тереңдей түсті. Ақыры ол ауыр күрсіні баяу тіл қатты. «Жарайды. Айтайын ашығын. Сен менің немеремді қатты ренжіттің». Бұл сөз мені елең еткізді. Рас болуы да мүмкін ғой. Енді ойым шапшаң қозғалды. Кім екен ол немересі? Кемпірдің жасы 70-тен асып қалған.
Демек, оның немересі қазір бала да, не 30-40 шамасындағы әйел де болуы мүмкін. Мүмкін тіпті ол бұл ауылдан емес те шығар. Мен сәбилерге тіл тигізген емеспін, деп ойладым. Ал жастармен аса араласпасам да таныстарым жетерлік. Бірақ уақытты қыз еді, ашып сұрау керек. Жарайды, деді мен сабырмен. Не істеппін соншалық сенің немереңе? Үйден қуып шықтың, деді кемпір мүлде басқа бөтен дауыспен. Маған немеремнің сол үйде тұрғаны керек. Мен тіксініп кеттім. Мүлде сандырақ. Менің өзімнің үйім болған емес қой. Осы ауылға келгенше. Керісінше мені үйден қуып жібергендер болды. Ал мен біреуді қуып шығу ондай болған емес. Іштей ойландым. Әлде ол Макстың қарындасын айтып тұрма? Сол үйді мен уақытша мекендегенмін ғой? Бірақ қалай болғанда да, ол үйдің бұл қарындасына түк қатысы жоқ. Я, мен оны қуған жоқпын. Бұл анық. Неғып басыңды бір ағыштап тұрсың? Деп кемпір мысқылдай күлді. Таппай тұрсың ба? Жақындау кел. Тіпті маңдайларың соғылатындай жақындық болсын. Жақында келейін, алыс та болайын. Мен ешкімді үйден қуған емеспін. Мазақ етіп тұрма өзі? Ашуға булығып бұрылып кетіп бара жатқанмын. Тоқта, айтам, шыда енді. Оттай лаулап тұрған қабырғаның алдында тоқтап тістеніп тұрдым. Егер тағы да менімен ойнаса, дедім өзіме. Бірдеңемен ұрып, есін жидырмай тастайым. Сонда барып ойлансын кіммен қалжыңдасып жүргенін. Ленка, менің немерем, деді кемпір, басын төмен салып баяу үнмен. Мен селт ете қалдым. Мынау не айтып тұр? Дедім іштей. Өтірік, бұлай болуы мүмкін емес. Мұндайда тіпті екінші сұрыпты детективте де болмайды. Ең жақын досың кенеттен жауың болып шығады. Ал сен соған сеніп жүргенсің. Бұл кино емес, бос сандырақ қой. Әжетай, сен шпион туралы фильмдерді тым көп көріп қойған жоқсың ба? Дедім күліп. Не, сенбей тұрсың ба? Деді Варвара. Ал сенбегенің бекер. Қыздың ауылда әжесі болуға қақысы жоқ па? Жоқ, сенбеймін, дедім аз ойланып. Бәрі бір түрлі. Қыздың бір түрлі қылықтары бар, бірақ жаман емес. Ол сенің тұқымың болуы мүмкін емес. Ода күш жоқ. Сиқыршылық оған ешқашан бұйырмайды. Біз талай жылдан бері таныспыз. Ал ол да, ата-анасы да, ауылдағы әжесі туралы тіс жарған емес. Сен өтірік айтып тұрсың. Мен өз күшімді ешкімге бермеймін, деді кемпір иығын қомдап. 300 жыл өмір сүрдім, тағы сонша жасайым. Ал қыз неге айтпады дейсің бе? Ол өзі де мен жайлы естімеген. Біз қызыммен 25 жыл бұрын ренжіскенбіз. Ол кезде қызым тұрмысқа да шықпаған еді. Маған олар керек те болған жоқ, деп қайтадан жаман күлді. Ал керек болғанда, саусағымды қимылдатқаным сол-ақ, бәрі жүгіріп жетті. Сонда қызың да сиқыршы ма? Дедім мен, өйткені кеудемде әлдебір ауыр сезім шымыр ете қалды. Светка ма? Варвара жиіркене қабағын түйді. Оны ауылдың келімсегінен тапқам. Соғыс кезінде менде бір махаббат оқиғасы болып қалды. Содан жүкті болып қалдым. Өзім кінәлімін, байқамаппын. Сол кезде өзімнен өзім бір сәбейлі болғым келіп еді. Бірақ неге туғанымды өзімде түсінбеймін. Туған соң тек аяқ асты жармасып қолыма кедергі болды. Сөйтіп жақсы бір отбасыға асырауға бердім. Бірақ жоқ, оған туған шешесі керек екен. Мені тастап кеттің деп келіп, дау шығарды. Рахмет айтудың орнына ұрыс қылды. Ақыры, керек болмағансын қуып шықтым. Ал кейін керек болып қалды ма? Светка маған керек емес еді, деді Варвара салқын үнмен. Бірақ Ленкаға жақындау үшін одан өзге жол болмады. Сол үшін амалсыз қайта табысып, отбасы сымақты біріктірдім. Сен бе едің сол Ленканың мойнына қара шарф байлаған? Деп кенет есіме түсті. Иә, Ленкаға да, Светкаға да, оның анасына да мен байладым, деді кемпір жымыңдап. Сөз алғыш болып қарсы шықпасын деп. Бірақ алғашқысын мен істеген жоқпын. Менен бұрын біреу істеп үлгерген. Кейін өзім жасадым, қолымнан кетпесін деп. Қазір ғой, оңды солды сиқырды шешкіштер көбейіп кеткен. Ал сен өзің басқарып көр,
бір күнге де жүйкең жетпес. Әй, ақмақ кемпір, деді мен ашуланып. Сен олардың үйін көрдің бе өзі? Іші қап-қара. Бұрыш емес, тұтас үйді қара өрмекшінің торы басқан. Соған ілінбей қадам аттау мүмкін емес. Маған бәрібір, деді Варвара иығын жылыстатып. Әркім істеген ісінің жазасын алады. Иә, бірақ олар сенің зұлымды істерің үшін жазасын тартып отыр, дедім мен тістеніп. Мен жаңа дауға кірісіп кетейін дегенмін, бірақ бір сәтте байқадым. Кемпір әдейі әңгімені басқа жаққа бұрып отыр. Саған менен не керек өзі? Соншама өрмекшідей өрмек құрып. Түсінбедің бе әлі? Деді Варвара мысқылдай жымиып. Жассың, аңқаусың. Сен өзің де маған керек емессің. Маған сенің үйіңдегі Верканың кітабын ұрлап шығуға жет. Сонымен, қолыңнан келді ме? Дедім мен мысқылдап. Өйткені кітаптың орнында тұрғанын жақсы білетімін. Кеше ғана сандықтан шығарып қарағанмын. Мен кеше әдейі сол кітапты сандықтан алып қарағам. Мұқабасында бедерленіп салынған үкі бейнеленген еді. Шындығында, мен екі кітапты қатар алғанмын. Екеуінің де мұқабасында бір-біріне ұқсас құстар, үкіге ұқсайтын бейнелер бар еді. Мүмкін ол заманда барлық кітап мұқабалары осындай өрнекпен безендірілетін дәстүр болған шығар. Ал Веражей өз аңғалдылығымен әлдебір аңызға сеніп, осы құстарға ерекше құмар болып кеткен шығар. Сол сәтте менің миымда бір сурет айқындала бастады. Ленканың неге сонша үйге кіруге тырысқаны, өзіне тиесілі емес жиһаз үшін неге айқай көтергені, және неге Вера әжей сол үйді сонша қорғаштағаны енді түсінікті болды. Жоқ, ештеңе шықпады. Өзің де білесің, деді Варвара ашулы дауыспен. Ленка сенің бөлмеңе бір ретте кіре алмады. Верка пәлекет жолатпады. Мен ойланып қалдым. Расымен соңғы рет Лена менің бөлмеме қашан кіріп еді. Есіме түскен барлық жағдайлар жаңа жылға дейінгі уақытқа жататын. Ал содан кейін ештеңе еске түспеді. Әрине мұндай ұсақ түйекті байқамағанда шығармын. Бірақ бұл ой мені онша мазаламады. Іштей сездім. Мынау кәрі мыстан Вера әжейдің тағдыры туралы бәрін біледі. Айтшы, Вера әжейге не болды өзі? Қазір қайда ол? Дедім күдіктене. Білмеймін. Білгім де келмейді. Жоқ болса тіптен жақсы. Өтірік айтып тұрсың, деді мен қатқыл үнмен. Өтірік емес, деді ол дәл сондай суық дауыспен. Тек естігенім, сол күні ол председательмен қатты ұрысыпты. Председатель Максимнің үйін тартып алмақ болған дейді. Одан басқа ештеңе білмеймін. Жарайды, өзім табам, дедім де бұрылып есікке беттедім. Бірақ табалдырықтан өте бергенімде Варвара дауысын көтерді. Әй, мыстан, Вераның кітабын берші маған, Саған ол керегі жоқ қой. Бере алмайым, дедім мен бетім бүлк етпестен өтірік айтып. Мен жолымда кездескен барлық сиқырлы кітаптарды өртеп жіберетін әдетім бар. Олар тек зиян әкеледі. Сол кітапты да өртеп жібердім. Бірақ дәптерлері қалды. Қаласаң соны берейін. Онда кітаптан алынған аудармалар бар. Бір-екі үзіндіні өзіме көшіріп алайын да, кейін саған алып келем, деп сендірдім мен кемпірді. Варвараның көзі қан түстес болып, жұдырығы түйіліп, адамға ұқсамайтын дауыс шығарып ұлый бастады. Мен сабырмен есікті жаптым да, артыма қарамай жөнелдім. Құрметті тыңдармандар, егер әңгіменің басында лайк басып үлгермесеңіздер, әлі де кеш емес. Арнаны қолдап лайк басып жіберуіңізді сұраймын. Келесі бөлім ертең салынады.